Көжектер. Орман жиегіндегі үйде тұратын қояндар отбасында кішкентай үрпек атты көжек өсіп келеді. Ата-анасының жұмысы көп. Көжек болса шарбақтың арғы жағындағы әлеммен танысуға өте құштар. Әсіресе анау тұрған орман қатты қызықтырады. Алайда үрпек тоғайға жалғыз бара алмайды. Оның қауіпті екенін үлкендерден талай рет естіген. Үрпегім, саған тәтті бәліш пісіріп жатырмын. Ал мынау үркек. Ол орманда туған көжек. Көптен бері тоғайдан алаңқайға шығып ойнауды армандайды. Бірақ ашық жерге шығудан сескеніп жүр. Сонша айғайлағаның не? Мен өзіңдей көжекпін. Атым үркек болса да, дәл сендей қорқақ емеспін. Үркек? Сені танымайды екенмін. Қайда тұрасың? Мен орманнан келдім. Кел, таныс болайық. Мына шарымды сыйға ал. Ой, рахмет. Менің атым үрпек. Мұнда не істеп жүрсің? Серуендеп келдім. Маған алаңқайды көрсетші. Шынымды айтсам, өзім де білмеймін. Шарбақтың сыртына әлі шығып көрген жоқпын. Солай ма? Ендеше жүр, бірге барлап қайтайық. Анашым рұқсат бермей, шыға алмаймын. Онда жалғыздан жалғыз қалып отыра бер. Ал мен кеттім. Үркек, бәліш дайын болғанша оралсақ? Мен де барар едім. Охо, тез ораламыз. Мынадан да үлкен шарды көргің келе ме? Алыс емес. Көреміз де келеміз. Мына шар қандай үлкен. Ішіне 10 үлкен қоян сиятын сияқты. Үрпек, бұл не? Бұл гүлдірпот. Ой, білгірпот. Оның ішінде қызықты ойындар бар. Дәл қазір мен кілегіп, оларды суарып отырмын. Бұл гүлдердің иісі де жоқ. Ал біздің орманда гүлдер хош иісті. Қызық. Бірақ одан да бір-бірімізбен ойнаған қызық емес пе? Үрпек, келсеңші, әткеншек тебейік. Үрпек, мына ойыншығын тасташы. Уайымдама, Үрпек. Қазір-ақ ағашқа шығып, шарыңды алып берем. Ой, ай! Көмектесіңдер! Үркек, қазір құтқарушыларды шақырамын. Білгірпот, бізге көмегің керек. Алло, менің досым ағашқа шығып түсе алмай жатыр. Батыл көжек екенсің. Бірақ биік ағашқа шығудан сақ болғайсың.
Мені шақырғандарың дұрыс болған. Рахмет саған, Нұрпек. Білгіріп болдың, пайдалы зат екен. Мені серуенге алып шыққаның үшін ризамын. Енді дос болдық па? Әрине доспыз. Бүгінгі күн сондай тамаша. Бірақ анашым уайымдамай тұрғанда үйге қайтайық, я? Иә, қайтайық. Бәлішің суып қалмасын. Анашым, мен жаңа дос таптым. Үрпек пен үркектің достығы осылай басталды. Балалар, сендер де бір-біріңе көмектесуге әрқашан дайын болыңдар. Жарай ма? Дос болсаң, берік бол. Досыңа серік бол деген. Көжектер. Бір күні үркек үрпекті ормандағы үйіне қонаққа шақырады. Үрпектің серуенге асыққаны соншалық, ол ата-анасынан сұрануды ұмытып та кетеді. Үркек, үйің қандай әдемі. Қош келдің. Қазір мен сені ата-анаммен таныстырам. Әкетай, анашым, біздің үйге қонақ келді. Үйде ешкім жоқ сияқты. Кәне, допты кім ұстайды? Ой, анашымнан ұят болды. Өткендегі ойынымыздан кейін ол үйді жинап қатты шаршап еді. Онда атанаң келгенше жинастыру керек. Охо, маған бір тамаша ой келді. Мінеки, шаң сорғыш. Бұны үй жинағанда қолданады. Қазір охо, бұл зымыран ғой. Жоқ, бұл піл. Енді бұл біздің су астымен жүзетін кемеміз болсын. Ой, достар, үй жинаймыз деп едік қой. Иә, бірақ мына үйді тек шаң сорғышпен ғана жинай алмаймыз. Үйді бәріміз бірге жинайық. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Міне тамаша. Үйдің іші тап-таза қалпында. Ойыншықтарды да шашпапсыңдар. Иә,
Байқаймын, ойындарың өте қызықты болған сияқты ғой. Иә, добымыз абайсызда ыдысқа тиіп сындырып алдық. Бұл менің кінәм. Кешіріңіз. Үйде доп ойнағандарың дұрыс болмады. Бұл сауыт маған өте ұнайтын еді. Бірақ кінәларыңды біліп, мойындағандарың және үйде жинағандарың маған өте ұнады, балалар. Үркек тағы бір қателік жіберді. Мына әдемі көжекті бізбен неге таныстырмайсың? Ой, кешіріңіз. Шынымен де ұмытып кеттіппін ғой. Танысып қойыңыздар. Бұл менің жаңа досым. Аты Үрпек. Ол көрші алаңқайда тұрады. Танысқаныма қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз. Орманға баратының туралы ата-анаңа ескерткен шығарсың. Үрпек? Олар уайымдамай тұрғанда үйге қайтайын. Сау болыңыздар. Үрпек, мен сені шығарып салам. О, мен де. Бүгін кішкентай достар ұйымшылдық пен шыншылдық танытты. Олар бірлік пен адалдықтың маңызды екенін жақсы түсінді. Көжектер. Бүгін алаңқай мен орман тұрғындар үшін ерекше күн. Алуан түрлі тәттілер жәрмеңкесі өтеді. Үркек пен Үрпек те өз ата-аналарымен бірге мерекеге бармақ. Мына үлкендер тіпті асықпайды екен. Иә, бізді мүлдем ұмытқан сияқты. Анашым, әкеттай, мереке бізсіз басталып кетпей ме? Әй, шыдамсыз Үрпегім-ай. Қарсы болмасаңыз, мына екі досты алға жіберейік. Жіберуге болар еді. Тек абай болса. Әрине. Уәде береміз. Бізді кім ренжітеді? Торт, кәмпит па? Мұнаны қара. Осыншама тәттілерді ешқашан көрмеппін. Жүрші, Үрпек, тезірек дәм татайықшы. Состым бар кегім. Жүрегім ұшып кете жаздады. Сен екенсің ғой? Үрпек, танысып қой. Бұл Алан. Сәлеметсіз бе? Сәлем, Үрпек. Достым, ренжіме. Қазір мен сендерді бір керемет жерге апарамын. Алан, айтқан қызығың қайды? Көрмей тұрсың ба? Жақсылап қарасаншы. Мына заттардың бәрі тәттіден жасалған. Анау тұрған сағатты? Иә, ол қанттан жасалған. Ал анау кітапшы? Ол шоколад. Ғажап! Менің сендерге тағы бір досын сыйым бар. Сыйлық? Мына тәттілерді жегім кеп тұрған-ай. Мен де әрең шыдап тұрмын. Ох, шіркін! Ал мұрт? Мармелад! Доп! Шоколадтан! Тәттісін-ай! Балмұздақ! Алақай!
Охо, достарым, міне менің сыйлығым. Рахмет. Ай, табетімнің тартпай тұрғаны. Үркек, бұл шоколад қой. Алан, шынымызды айтсақ, біздің түсіміз ауырып тұр. Сені ұзақ күттік қой. Шыдамымыз таусылды. Тәттіден түс ауыратынын қайдан білейік? Мен ауырғанда анашым емдейді. Үйге тез жетіп алайық. Көжектерім, мына ережелерді ешқашан ұмытпаңдар. Тәттіні көп жеуге болмайды. Қатты заттарды кеміру де зиян. Ал ең бастысы тістің тазалығы. Түстің тазалығы? Иә, тістеріңді күнде таңертең және кешке тазалап отырыңдар. Тамақтанғаннан кейін де ауызды шаю керек. Келістік пе? Келістік. Ал түскі астарың дайын. Дастарханға келіңдер. Тамақтан кейін тәттілер әкелемін. Ой, мен тәттіге тойған сияқтымын. Азғантай ғана болмасы. Осылайша тәттіге құмар көжектер ұстамдылықты үйренді. Сол күннен бастап олар тіс саулығының маңызын түсінді. Тазалық ережелерін сақтайтын болды. Көжектер. Не деген қорқақ едің? Ал сен қорқытып қоймайсың. Не істеп отырсың? Құмнан бәріш жасап отырмын. Құмнан дейсің бе? Онда мен сені бір қызық жерге серуенге апарам. Біз қайда келдік? Жан-жағымыз құм. Күн ыстық. Сен мені шөлге алып келдің бе? Жоқ, бұл шөл емес. Бұл теңіз жағасы. Ой, бұл кімнің добы екен? Мына қонжық неге жалғыз жүр? Онымен танысып, ойынға шақырайық. Жалғыз сұрап отырған болар. Сәлем, менің атым Үрпек. Ал мынау менің досым Үркек. Сенің атың кім? Мен Қоңыртаймын. Сендерге не керек? Жалғыз ойнаудан жалыққан жоқсың ба? Кел, бірге ойнайық. Мә, ойыншықтарың да көп екен ғой. Бұл менің ойыншығым. Оны алуға рұқсат бермеймін. Мына ойыншықты алуға бола ма? Кел, біз айналдырып тұрайық. Ал сен секір. Жоқ, аюлар секірмейді. Онда
мына шелегіңді бере тұршы. Құмнан үй жасайық. Кеспеңдір дедім ғой. Қоңыртай неге көңілсізсің? Ана көжектер әдемі үй салды. Менікі мынау құлап жатыр. Олай болса көжектерден неге үйренбейсің? Өйткені олар менің ойыншықтарымды алып ойнағысы келеді. Онда тұрған не бар? Сен шелегіңді берсең, олар саған үй салуды үйретеді. Үрпек, үркек. Сендермен бірге ойнауға бола ма? Әрине, жалғыз ойнаған қызықсыз ғой. Міне дұрыс, Қоңыртай. Соған неткен әдемі торт. Біз керемет аспаз екенбіз. Қоңыртай, сен жақсы дос екенсің. Көжектер. Жаздың бір күнінде үрпек пен үркек қатты ыстықтайды. Ағаштың көлеңкесіне жайғасып алып, олар салқын суға шомылуда армандап жатты. Мен сиқыршы болсам, осы жерде көл жасар едім. Ал мен өзен ағызар едім. Білесің бе, орманның арғы жағында теңіз бар. Ондағы аралда сиқыршылар мектебі бар деп естігенмін. Онда аралға барып, сиқыр үйреніп келейік. Алақай, арал көріп тұрмын. Ой!
Hoş geldingler köjekler. Бұл сиқырлы арал. Таныс болайық. Мен аралдағы бас сиқыршамын. Сиқыршы? Алақай! Таптық! Мен сиқыршыны бірінші рет көріп тұрмын. Қандай сиқыр жасай аласыз? Ой! Жайғасып отырыңдар. Сиқырымызды арал қонақтарына арнаймыз. Сиқыр, сиқыр. Керемет! Охо! Тағы көрсетіңізші. Ой! Тамаша! Менің де сиқыршы болғым келеді. Иә, ағатай. Жарай, үйретейін. Алақай! Алақай! Менде сиқыр шықты! Ей! Енді біз де сиқыршы болдық. Енді үзіліс жасайық. Мен сиқыршылар мектебіне барып келгенше, сендер күте тұрыңдар. Үрпек, мынау сиқырлы сандық па? Иә. Онда сиқыр жасайтын құралдар болу керек. Үркек абай бол, бізге әлі көп жаттығу керек. Міне, қазір мен мына үлкен ағашты кішкентай гүлге айналдырам. Сиқыр, миқыр. Ой! Шыдамсыз шәкірттерім ай! Керемет! Жақсы сиқыршы болу үшін көп еңбектену керек. Әрқашан ерінбей еңбек етуге уәде бересіңдер ме? Иә, уәде береміз. Онда сендерге мына сиқырлар кітабын сыйға тартамын. Бұны оқысақ, алаңқайымызға көл жасай аламыз ба? Жоқ, айналайын. Ол үшін сиқыр емес, ғылым үйрену керек. Ата-анамыз уайымдамай тұрғанда, үйге жетіп алайық. Онда сәт сапар тілеймін. Сау болыңыз, сиқыршы ағай! Сыйлығыңызға рахмет! Осылайша көжектер тілектерінің орындалу үшін сиқыр емес, еңбек пен білімнің қажет екендігін түсінді. Көжектер.
Үркөк пен маймо қыздарды қорқақ деп санайды. Сондықтан да өздерінің кейбір ойындарына үрпекті қабылдамайды. Көмекші, желкенді көтер. Құп болады, капитан. Үркек, маймо, осындай екенсіңдер ғой. Мә, кемелерің қандай әдемі. Киімдерің де. Әдемі? Бұл бәріне әйгілі теңіз қарақшыларының кемесі. Онда мені де кемелеріне алындаршы. Мен де теңіз қарақшысы болғым келеді. Қыз теңіз қарақшысы бола алмайды. Ла-ла-ла. Иә, Үрпек. Бұл деген қыздардың ойыны емес. Қыздар ойын ойнай алмайды деп кім айтты? Маймо, желкенді түсіру керек. Түсіре алмаймын. Құтқарыңдар. Көмектесіңдер. Сендерді дауыл алып кетеді деп қатты қорықтым. Сенің көмегің болмағанда. Рахмет саған, Үрпек. Қорқақ қыз батыл теңіз қарақшыларын құтқарған ба? Иә, солай болған ғой. Ой, Сол күннен бастап достар бөлінбей ойнап бір-бірін әрқашан қолдап жүруге уәде берді. Көжектер. Орман мен алаңқай тұрғындары қыстың қамын жазда ойлайды. Жаз және күз айларында жануарлар жеміс жидектер мен саңырауқұлақтар теріп, қамбаға салады.
Бұл жолы орманға үрпек пен үркек те бара жатыр. Саңырау құлақтармен жидектер көрінбейді ғой. Ого! Осылай жидек терем екен. Тезірек қимылдау керек. Иә, осылай тұра берсек, ештеңе де жинай алмаймыз. Дұрыс. Шапшаң қимылдау керек. Әйтпесе бізге түк қалдырмай теріп кетеді. Ой, сендер бәрін жинап болып, демалып отырсыңдар ма? Менің де себетім толайын деп қалды. Ого! Соншама жидекті қайдан таптың? Иә, біз қаншама жүгірсек те, бірде-бір жидек көрген жоқпыз. Ал менің себетім мына алаңынан шықпастан ақ толды. Сендердің көмектерің керек. Мұнда әлі көп. Мәссаған! Мына алаңда жидектер неткен көп еді. Бұл қалай болғаны? Күні бойы бекер жүгірдік пе? Осылайша үрпек достарына көп жидекті қайдан табу керектігін көрсетті. Көп замай үш достың себеттері де жидекке толды. Көжектер. Жаймашуақ көктемнің бір күнінде үрпек пен үркек алаңқай мен орман төңірегін зерттеуге шықты. Үркек, мынаны қара. Қандай әсем гүлдер. Тамаша! Мына ғажапты ата-аналарымыз көрсе ғой. Керемет ой! Гүлдерді теріп, оларға сыйлайық.
жинамапсың ғой? Аз болса, тағы жинаймын. Мен тек әдемі гүлдер терем. Бұлғын, не боп қалды? Үкапа, айтыңызшы, қайсымыздың гүл шоғымыз әдемі? Гүлдер өте әдемі. Бірақ маған екеуі де ұнамайды. Неге? Өйткені гүлдер өсіп тұрған жерінде сәнді. Жұлынған гүлдер тез солып, қурап кетеді. Гүлдер тек сән үшін өспейді. Олар түрлі жәндіктерге нәр береді. Ал жұлынған гүл көркінен де, пайдасынан да айырылады. Кешіріңіз. Бұны білмеппіз. Таптым! Үркек, алаңқайға гүл отырғызайық. Алақай! Бұлай тамаша екен. Сол күннен бастап, көжектер гүлдерді жұлмайтын болды. Көп кешікпей, үй маңындағы алаңқай үлкен гүлзарға айналды. Көжектер. Туй, ойынымызға кім шақырсақ екен? Бізге тапқыр ойыншы керек. Яркек. Маймыл. Эхе, немене, тал түске дейін ұйықтайтын болған ба? Сәлем, маймыл. Ох, маймыл, саған не болды? Қандай ыстық. Ауырып қалды. Оны тез емдеу керек.
су көмектесе ме? Әрине. Ыстықты суық басу керек. О, суық. Тоңып барамын. Үркек, енді қайттық. Оны тұрғызу керек. Көп қимылдаса жылынады. Үркек, бізге көмек керек. Вау, тыңдап тұрмын. Вау. Маймыл ауырып қалды. Бізге көмек керек. Маймыл қатты ауырып қалды ма? Уайымдамаңдар. Достарың енді тез сауығып кетеді. Мені шақырғандарың дұрыс болған. Рахмет сізге, Сақшағай. Бұл оқиға достарға үлкен сабақ болды. Олар сырқатты тек дәрігер емдей алатынын білді. Сендер де біліп жүріңдер. Көжектер. үшін таяқша керек. Орманға барайық, онда ағаш көп. Дұрыс. Таяқшаларды өзіміз жасап аламыз.
Үркек, мен жақсы бұтақтар таптым. Алақай, алақай, алақай. Дауылпаздың үні қандай күшті. Иә, оның үні бүкіл орманға тарайды. Иә, тыңдаңыздар, дауылпазшылар келе жатыр. Уау! Сақшағай, бірдеңе болып қалды ма? Уау! Сендер дабыл қағып, жер көкті неге жаңғыртып жатырсыңдар? Уау! Үлкен кішінің бәрін үркіттіңдер. Уау! Ал, бұл дауылпазды қайдан алдыңдар? Тауып алдық. Біреу бұтаққа іліп кетіпті. Уау! Иесі кім? Іздедіңдер ме? А? Жоқ. Онда біліп қойыңдар. Дауылпаз менікі. Мен бұны ойын үшін емес, көмек керек болғанда пайдаланам. Уау! Кешіріңіз. Жарайды. Бұл жолы сендерді кешірейін. Білмеппіз. Бірақ біреудің затын рұқсатсыз алмайтын болыңдар. Уау! Келістік пе? Әрине, Сақшағай. Осылайша көжектер Сақшағайдан тағы бір сабақ алды. Көжектер әр заттың өз иесі бар екендігін түсінді. Және оны алмастан бұрын иесінің рұқсатын сұрау керек екенін білді. Көжектер. Бір күні үрпек пен үркек серуендеп жүріп, бір қорап сіріңке тауып алады. Олар табылған қорапқа қуанып, онымен қалай ойнауға болатынын біраз ойланады. Сіріңкелерді бір-бірден жағып, ойнайық. Алау жақсақ қайтеді. Үркек, онда отын жинайық. Қазір оңай жинап алып келем. Тамаша! Бірақ алау тым үлкен болып шықпай ма? Үлкен болғаны жақсы ғой. Әрі жылы, әрі жарық болады. Онда жағайық! Уф! Отпен ойнап жатқан кім десем сендер екенсіңдер ғой. Сіріңкені қайдан алдыңдар? Тауып алдық.
Оның сыртында не жазылып тұрғанын оқыдыңдар ма? Ау? Жоқ, онда не жазылып тұр? Ау! Бір сіріңкеден бүкіл орманымыз бен үйлеріміз жанып кетуі мүмкін. Отпен ойнағанның қандай қауіпті екенін енді түсіндіңдер ме? Ау! Иә, Түсіндік. Кешіріңіз ағай. Енді сіріңкемен ойнамаймыз, от жақпаймыз деп уәде берсеңдер, онда кешірейін. Ау! уәде беремін. Менде өрт сондай қорқынышты. Сақшағай, бізге өрт сөндіруді үйретесіз бе? Ау! Бұл іс қолдарыңнан келе ме екен? Өрт сөндіру оңай емес. Ау! Онда бізді сынап көріңіз. Мақұл, онда үйретіп көрейін. Ертең келіңдер. Сәлеметсіз бе, Сақшағай? О, амансыңдар ма, көжектер? Ау! Сақшағай, сіз осында жаттығасыз ба? Иә, жақсы өрт сөндіруші үнемі жаттығады. Ал, үйренуге дайынсыңдар ма? Алақай, иә. Алақай! Мұның қалай болғанын түсінбей? Ал енді, мен сендерге өрт сөндірудің дұрыс тәртібін түсіндірейін. Ал, енді жіберген қателіктеріңді түсіндіңдер ме? Ау! Әрине, түсіндік. Осылайша көжектер әрбір істі асықпай, дұрыс бұрысын анықтап алып, бірақ атқару керектігін жақсылап түсінді. Көжектер. Бір күні үрпек пен үркек достары Қоңыртайды серуенге шақырмақ болады. Ерке қонжықтың үйі алыста. Сондықтан көжектер оған әуе шарымен ұшып баратын болды. Ой, үркек, біреу жылап жатыр ғой. Қоңыртай емес пе екен? Қоңыртай. Саған не болды, достым? Аралар шақты. Аралар? Қайдағы аралар? Үлкен емендегі бал аралары. Түсінікті. Сен балалам деп, аралардың ұясын бұзғансың ғой. Иә, оларда бал көп. Аздап қана алайын деп едім. Ал рұқсат сұрадың ба? Жоқ. Сен жата тұр. Біз қазір олардан бал алып қайтып келеміз. Бармаңдар. Олар сендерді де шағады. Шақпайды. Біз олардың ұясына
рұқсатсыз бас сұқпаймыз. Бал аралары. Балдарыңыз жақсы жиналып жатыр ма? Қоңыртай ұяларыңызға сұраусыз кіріп кетіпті. Досымыз үшін кешірім сұрауға келдік. Ол сазайын тартты, бірақ енді ауырып, жылап отыр. Досымызды жұбату үшін сіздерден аз ғана бал сұрайық деп келдік. Өтінеміз. Рахмет сіздерге, аралар! Енді бал жегің келсе, алдымен аралардан рұқсат сұра. Мен мұны енді ешқашанда ұмытпаймын. Осылайша көжектер қонжықты жұбатып қана қоймай, оған әдептілік үлгісін де көрсетті. Көжектер. Бүгін алаңқайда сиқыршы тотының ойын сауық кеші өтеді. Бұл үрпек пен үркек үшін көптен күткен ерекше күн. Міне, тоты сыйлаған кітапты басынан аяғына дейін оқып шықтық. Иә, енді оған өнерімізді көрсетуге болады. Олай болса, ойын сауық басталмай тұрып, тотыны қарсы алайық. Тамаша! Тотының жүгі көп екен. Өзі қайда? Бір бірлеп тасып жатқан шығар. Үрпек, көмектесейік те? Иә, шарымызбен барлық жүкті апарып тастаймыз.
сәлем, көшектер. Сізге не болды? Ауырып қалған жоқсыз ба? Неге көңілсіз отырсыз? Бүгінгі ойын сауық болмайды. Мен сиқырға қажет заттарымды жоғалтып алдым. Көмекшілеріме келмеңдер деп жедел хатта жіберіп қойдым. Біз сізге көмек болсын деп кейбір заттарыңызды алаңқайға апарып тастадық. О, көмектеріңе рахмет әрине. Бірақ заттарымды маған айтпай алғандарың қалай? Енді міне, мен көмекшісіз қалып қойдым. Біз кінәліміз. Кешіріңіз. Ой. Сонда ойын сауық кеші өтпейтін болды ма? Үрпек! Тоты! Сіздің бізге сыйлаған сиқыршылар оқулығын оқып алдық қой. Иә, ондағы барлық сиқырды үйреніп алдық. Солай ма? Бұл тамаша ғой. Онда алға, кішкентай достарым. Бүгінгі ойын сауықта маған көмекші боласыңдар. Алақай! Көмектерің үшін ризамын, достарым. Сізге де рахмет. Менің сенімді достарым. Бүгін ең үлкен сиқыр жасаған сендер. Біз? Қалайша? Біз тек көмекші болдық қой. Сендер бір кештің ішінде кішкентай көжектерде менің ең үлкен және сыйлы достарыма айналдыңдар. Ғажап емес пе? Осылайша көжектер достық үшін кішкентай көмектің де маңызды екенін түсінді. Көжектер. Бірде үркек пен үрпек әуе шарымен серуенге шықпақ болады. Олар аспан мен теңіздің жануарларымен көбірек танысуды армандайды. Құс сияқты ұшсақ қой. Балықтай сияқты жүзсек қой, шіркін. Біз ұша да алмаймыз, жүзе де алмаймыз. Тек жаяу жүреміз. Неге?
Білгір поттан сұрашы. Мен оны үйде қалдырып кеттім. Осы Үкапайда білгір пот бар ма? Бар шығар. Ол бәрін де біледі ғой. Дұрыс. Білгір потым болмаса, бәрін білу мүмкін емес. Үкі апайдан сұрайық. Сәлеметсіз бе, Үкапай? Ha? Бұл кім? Не болып қалды? Бұл біз, Үркек пен Үрпек. Таныдым. Әрине, таныдым. Иә, маған қандай сұрақтарың бар? Айтыңызшы, сізде білгір пот бар ма? Бұл не тағы? Бәрін білетін зат. Бәрін білетін зат. Бәрін білу мүмкін емес, кішкентай достарым. Сізді бәрін білет деп естігенмін. Бәрін білмеймін. Мен көп оқығанмын. Оқыған? Не оқыдыңыз? Кітап оқыдым әрине. Бәр жазылған кітап бола ма екен? Үйімді көрсеңдер, бәрін түсінесіңдер. Келіңдер, келіңдер. Осының бәрінде оқыдыңыз ба? Иә, көп оқысаңдар, білгір поттарыңнан да көп нәрсені түсінетін боласыңдар. Білгір поттан көп білу мүмкін емес. Иә, оның жауап бермейтін сұрағы жоқ. Жауаптары әрқашан дайын ба? Иә, суреттері де дайын. Онда мен үшін оның еш қызығы жоқ. Неге? Жауаптары мен суреттері дайын болса, ой қиялым оянбайды ғой. Қиял деген не? Ол сенің ойыңнан туатын таң қажайып әлем, нағыз сиқыр. Әр кітап тек өзіңе елестеген жерге апарат. Өзіңнің ой қиялың суреттеген жерге. Мұндай күш тек кітапта ғана бар. Сиқырлы қасиеті бар екен ғой. Бірақ мен осынша кітапты қайдан алам? Туф, менің де кітаптарым тым аз. Менің кітаптарымды алып оқи беріңдер. Алақай! Рахмет сізге! Үкінің әңгімесі Үрпек пен Үркекке үлкен ой салды. Айналаны танып білуге деген қызығушылықтары арта түсті. Енді екі көжек кітаппен дос болады.